Қазақстан облысы Жарма ауданы Үшбиік ауылы Ақтайлақ атындағы орта мектебінің 10 сынып оқушысы Түсіпқанова Гүлназ. Абай Құнанбайұлы Ескендір поэмасы. Осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге, көз алартып қарады оңды солды. Сондықпен әскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды тұраттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрін де бодан қылып, өкіметін қолына тартып апты. Қаншер қаһарлы хан ашуы көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер ертіп, жарақтанып, есіткен елдеріне жүріп кетті. Жүре-жүре бір елсіз шөлге түсті, алып жүрген суының бәрін ішті. Адам, хайуан бәрі де бірдей шөлдеп, басына Құдай салды қиын істі. Сандалды сардалада су таба алмай, шөлдеген жұрт қайтеді бос қамалмай. Қызметкердің бәрін де өлтірмекші, болыпты шөлдегенге шыдай алмай. Мысалы, астындағы одақ ұшты, Ескендір де атының жалын құшты. Жалтырап сәуле түскен бір нәрсеге, патшаның ат үстінде көзі түсті. Барса бір сылдыр қаққан мөлдір бұлақ, таспадай бейнарықтан шыққан бұлақ. Ескендір түсе сала басты қойды, ішсе суы өзгеше тәтті тымақ. Кепкен балық келтіртті сонда тұрып, сол суға балықталды бір жұлдырым. Иісі дәмі өзгеше болып кетті, таң қалды мұның бәрін суға жорып. Ескендір қолын айтты, бұл неткен су, бәрінде ішіп бұл суға бетінді шу. Бір бай елден осы су шыққан шығар, өрлеп барып үстіне тікелік ту. Бұл салқын тәтті суға қаныңыздар, шақ келер маған жан жоқ наныңыздар. Менен қалмай бұл суға шапшан өрлеп, талқан қылып шаһарын алыңыздар. Сол әскер суды өрлей талай жүрді, судың басы бір қызар шатқа кірді. Шаттың аузы бекітулі алтын қорған, қақпасы бекітулі көзі көрді. Қақпаны ашайын деп хан ұмтылды, олай-бұлай қақпасын қатты жұлды. Қақпаны аша алмады, үміт үзді, ақылдасып тәурақ амал қылды. Долдықпен хан Ескендір ашуланды, ашуланып қақпаға бір-ақ барды. Қақпаны дүбірлетіп, қағып-қағып, қақпаны аш деп барынша айғай салды. Қақпаның ар жағынан біреу келді, күзетшісі сол екен белгі берді. Қақпаны саған ашар рұқсат жоқ, бұл Құдайға бастайтын қақпа деді. Білмесең, мен Ескендір патша деген, жер жүзінің соғыста бәрін жеңген. Қақпанды аш, хабарыңды айт білдір маған, қорлығым өзім тауып көз көрмеген. Мықтымын деп мақтанба ақыл білсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жен. Іші тар көре алмастың біреуі сен, мұндай кісі бұл жерге келмейді ден. Талаппен талпынғанда мен де бірер, көп жүрдім, кезбе көрдім, көрмеген жер. Ең болмаса халқыма көрсетейін, сыйғылы белгі болар бір нәрсе бер. Қақпадан лақтырды бір орамал, сыйым осы падишам мынаны ал. Ішінде бір нәрсе бар, ақыл берер, апардағы ойланып көзіңді сал. Орамалды қуанып қолын алды, сый алдым деп
орта салды. Қараса, ішінде бір қос иек, бұл неткен мазағы деп аң-таң қалды. Ашуланып, сыйына болды кекті, ең болмаса білмейді сый бермекті. Осы менің тенім бе деп ақырып, лақтырып жіберді сол сүйекті. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алады сол. Ханға айтты, қасиет бар бұл сүйекте, білмесең көрсетейін, хабардар бол. Сол күнде Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай бар машара. Таразыны құрдыртып ортаға сап, бір жағына алтын сап өлшеп қара. Бұл сөзге Ескендір қарай қалды, таразыны құрдыртып ортаға алды. Қанша алтын мен күмісті салса дағы, бір кішкентай сүйекті аудармады. Ескендір оны көріп астырады, хәкімді аулақ жерге шақырады. Таң қаларлық нәрсе болды мұның өзі, мәнісін айтып берші, деп сұрады. Бұл адам көз сүйегі, деді ханға. Тояма адам көзі мұнмен санға, жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тояр көзіне құм құйғанда. Кәпір көздің дүниеде аран үлкен, алған сайын көңілі тояр мекен. Қанша тірі жүрсе де, өлген күні өзге көзбен бірдей-ақ болады екен. Ашуланба, ей патшам, айтайындар, алтын қақпа бермеді сізге рұқсат. Сый сұрадым бергені бір қос иек, мұның өзінен алсаңыз сізде ғибрат. Ойлап патшаның ойыны түсті, Құдайым көрсетті деп бұл бір істі. Бекерлік екен менің бұл ісім деп, қолын алып халқына қайта көшті. Өмір жолдас болмас, әлі көтер, өз күлкіне өзін қарық болма бекер. Ұятын мен арынды малға сатып, ұятсызда иман жоқ қайта келмек. Мақтанасың, біреуге мақтасын деп, жау жайымнан еш адам қақпасын деп. Сен кеткен соң артынан күліп қарар, аңтырғаннан Құдайым сақтасын деп. Ақылсыз өзін мақтап болжырайды, бойына өлшеп сөйлесен нең құрайды. Жақсы болсаң жарықты кім көрмейді, өз бағанды өзіңнен кім сұрайды.